Сәлем менің сүйікті оқырмандарым. Бүгін сіздермен хит болып жатқан Орео пирогын жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып кетейік. Пирогымызды жасау үшін ең алдымен сұйық массамызды дайындап аламыз. Осылай бір ыдысымызды алып, 100 грамм қантымызды саламыз. Оның үстінен 100 грамм ерітілген сары майды қосамыз және де бір жұмыртқа қосасыздар. Үшеуін біркелкі болғанша араластырып аламыз. Сұйық массамызды араластырып алғаннан кейін бір ыдысымызға ұнымызды саламыз. 180 грамм ұн саласыздар. Оның үстінен 30 грамм какаомызды қосамыз. Одан кейін бір үлкен қасықпен қоқсытқышымызды салып, үшеуін жақсылап араластырып аласыздар. Енді сұйық массамыздың үстінен осы ұнымызды салып, жақсылап жұмсақ қамырымызды илейміз. Үстінен бірікпей жатыр деп жұмыртқа су қосудың қажеті жоқ. Осы өзінің рецебімен бірігетін болады. Жақсылап илесеңіздер болды. Достар, сіздер маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, қоңырауша батырмасын басып қояйық. Сол кезде менің видеоларымды ең алғашқы болып көріп отырасыздар. Және де менің каналымда барлық рецепт түрлері бар. Тіркеліп алыңыздар. Міне осылай қамырымызды илеп аламыз да салафанымызға салып, бір 15-20 минутқа холодильнигімізге салып қоямыз. Оға дейін ішіндегі начинкасын дайындайтын боламыз. Ішіне салатын салмасын дайындау үшін осылай бір ыдысымызды алып, үстінен 400 грамм сметанамызды қосып, оның үстінен 3 жұмыртқамызды қосамыз. Одан кейін кукурузный крахмал қосамыз. Үлкен ас қасығымызбен 3 ас қасық кукурузный крахмалымызды қосамыз. Одан кейін үстіне 100 грамм қантымызды қосып, барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Осылай біркелкі араластырып алғаннан кейін үстінен 4 дана Орео печеньесін осылай бөліп салатын боламыз. Салып алғаннан кейін араластырып аласыздар. Енді ыдысымыздың астына пергаментный қағазын төсеп аламыз да қамырымызды осылай жайып шығасыздар. Қамырымызды бір тегіс етіп жайып шығасыздар. Бір жағы жұқа, бір жағы қалың болып қалмасын. Осылай видеода көрсетілгендей етіп қамырымызды жайып шығасыздар. Біркелкі болу үшін осылай шанышқының көмегімен басып шықсаңыздар болады. Енді ішіне дайындап алған салмамызды құйып аламыз. Және де осылай Ореомызды ортасынан ашамыз да осылай бетіне қойып шығасыздар. Орео пирогымызды пешімізде 180 градуста пісіріп аласыздар. Әркімнің пеші әртүрлі пісіретін болғандықтан арасында қарап отырыңыздар, піскен-піспегенін. Осымен біздің хит болып жатқан Орео пирогымыз дайын болды. Өте әдемі және де дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер.
видеом сіздерге пайдалы болса маған тіркеліп лайк басып комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.